Облыс орталығындағы ардагерлер үйінде зейнеткерлерге бар жағдай жасалған. Мұнда ардагерлер дем алады, ем алады. Тынығып қана қоймай, қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады. Орталықтың ардагерлер ансамблі қазір аймағымыздың түпкір-түпкірін аралап, өздерінің өнерін де көрсетіп жүр. Ал олардың қуатты болып, өткен бейнеттерінің зейнетін көрулеріне мемлекетіміздің жасап отырған қамқорлығы ерекше. Облысымызда 60 мыңға жуық ардагерлер бар, зейнеткерлер, яғни осы кісілердің жағдайларын жасау күнделікті біздің қамқорлығымызда. Енді қазіргі кезде мынау Қызылорда қаласында қарттар үйінің қасында 100 адамға және де мынау орталықта 50 адамға күндізгі жағдайдағы жартылай стационар жағдайында көмектер көрсетіліп келеді. Әлеуметтік көмектер енді осы кісілерге жан-жақты қамқорлықтармен қамтылған 7 түрлі әлеуметтік қызметтердің түрін алады. Енді бүгін біздің болып отырғанымыз орталыққа Біріккен ұлттар ұйымының Қызылорда облысы бойынша өкілдігі арқылы біршама физ кабинетіне құралдар алынды. Жалпы оның құны 2,5 миллионға жуық. Оның ішінде осы жерге қызмет алып келген адамдарға осы жаңадан қызметтердің түрі қолданылады. Бар жағдай жасалған зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығында облысымыздың барлық аудандарынан келген өкілдердің қатысуымен семинар кеңес болып өтті. Семинар кеңесте мүгедектерге қоғамдық орында өзгенің көмегіне мұқтаж болмай, өз бетінше қызметтер пайдалануына қолайлы жағдайлар жасалуы сөз болды. Қала мекемелеріндегі пандустарды құжаттау төңірегінде де әңгіме қозғалды. Бұл пандус паспорттау семинарының мақсаты ол, яғни осы қаламыздағы, жалпы облысымыздағы әлеуметтік нысандардағы пандустардың жағдайларын қарау. Ол жердегі мақсатымыз, яғни мүмкіндік шектеулі жандарға барлық қызмет түрлерінің барлығы қолжетімді болу керек. Осы ізет қоғамдық қоры Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының қолдауымен Қызылорда облысында анағұрлым осал топтарды қоса алғанда жергілікті халыққа экономикалық, әлеуметтік және экологиялық қызметтер көрсету, инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы игілік пен өмір сүру сапасын көтеру тақырыбына арналған гранттық жоба аясында лайықты қарттық жобасын жүзеге асырды. Ардагерлер үйіндегі физиотерапиялық кабинет осы ізет қоғамдық қорының арқасында жаңа заманауи қондырғылармен толықтырылды. Мүмкіндігі шектеулі жандарға олардың түрлі науқастарын емдеуге болатын қол жетпес, біздің қазіргі жағдайда қол жетпес үлкен сомаға алған құрал жабдықтары. Енді жаңа өз басымнан өткердім. Бұл құрал жабдықты, массаж құрал жабдығын алғанның өзінде бұл массаж 10 минуттың ішінде бүкіл адамның денесіндегі барлық организмнің нүктелеріне соған массаж жасайтындай 2,5 миллиондық аппарат алынып келінді. Бұл біздің қазіргі жағдайда қол жетімсіз болғанменен алдағы уақытта біздің аудан әкімшіліктерінің алдына осы мәселені қойып, бұл тек қана бір ғана Қызылорданың орталығында барлығын қамту мүмкін емес шығар. Сондықтан әрбір аудандарда осындай аппаратураларға қол жеткізуге үлкен жұмыс жасауымыз керек болып тұр. Біз облыс орталығындағы ардагерлер үйінің қазіргі жағдай арқылы ардагерлерімізге жасалып отырған қамқорлықты көрсеттік. Алдағы уақыттарда олар үшін мемлекетіміздің ілтипаты артқан үстіне арта бермек. Мереке Серікболқызы, Берік Байымбетов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.